Papa, bizde asık var. Ой, жарайсыңдар. Балаларым, мәз болып асық ойнап жүр екенсіңдер. Мен сіздерге мына асықтың қыр-сырын айтайын. Бұл асық деген күндіз де түнде де ойнаған қазақтың ұлттық дәстүрлі ойыны. Бұның иіріміне қарай алшы, тайка, бүк, шік деген түрлері бар. Бұл асықтың күндіз ойнайтыны мергендікке болса, ал түнгі ойнайтыны ептілікке бейімдейді баланы. Бұл асықтың қорғасын құйған ірі түрі сақа болып аталады да, мына жақсылары мына қорғасын құйғаны сақа болады да, қалғандары ойын асықтары болып аталады. Ендеше бар, асық ойнай беріңдер. Рахмет әке, сіз бізге жақсы ақпарат айттыңыз. Машалла. Бұл шашбауды қыз балалар сәнді әшекей ретінде тағады. Шашбау қыз балалардың шашындағы жын шайтандарды қашырады деген сенім бар. Бойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, әміні жоқ пендесі. Түзде мұрзаң, үйде сырдаң, сөзі қылжаң еркесі. Ас құрансың, мал сұрансың,